Көп қыздардың сұрауы бойынша бүгін карамельная корзина рецебін шығарып отырмын. Дастарханыңыздың сәнін келтіретін осы карамельная корзина рецебін өзіңізге сақтап алыңыз. Ең алдымен жұмыртқа майымызды және қант ұнтағымызды жақсылап езіп араластырып алатын боламыз. Үстіне ұнымызбен разрыхителін араластырып, жақсылап қамыр илейтін боламыз. Барлық мөлшерін төменге жазып кететін боламын. Дайын қамырымызды тоңазытқышқа қоя тұратын боламыз. Енді ішіне салатын начинкамызды дайындайтын боламыз. Ең алдымен жұмыртқамызды, қаймағымызды, сгущенкамызды жақсылап араластырып аламыз. Начинкамыз жақсылап езіп алғаннан кейін қамырымызды осылай видеода көрсетілгендей жайып, домалақ формасын келтіретін боламыз. Барлық осылай кесіліп алған домалақ формамызды осылай формочканың ішіне салып шығатын боласыздар. Начинкамызды осылай барлық корзиналарымызға құйып шығатын боламыз. Мен бетін әдемілігі үшін осылай жүрекшелер жасап қойдым. Сіздер де өздеріңіз қалауыңыз бойынша кез келген фигурасын жасап қойсаңыздар болады. Қызып тұрған пеште 180 градуста 15-20 минутқа пісіріп алатын боламыз. Ол пештің сіздің қызуыңызға байланысты болып шығады. Менде әсел пеш болғандықтан қызуы қаттырақ 15-20 минут маған жеткілікті болды. Мінекей біздің корзиналарымыз дайын. Менің видеом ұнаса лайк басып кетіңіздер.